Сәлем достар, сіздермен бірге керемет арнасы. Бүгін біз достар осындай атты мультты айтатын боламын. Ендеше бастайық. Достар, басты кейіпкерде аты жоқ, сондықтан мен оған Қотыр деген ат қойдым. Мульт Қотырдың анасы қарбыз кесіп Қотырды шақыруымен басталады. Қотыр жүгіріп келеді. Қотыр қарбызды жейін деп жатқанда анасы қарбыздың дәнін алып тастап жейді. Бірақ Қотыр сонда да жей береді. Соның кесірінен ішіне қарбыздың дәні өсіп шығады. Таңертең тұрғасын шөптер өсе бастайды. Қотыр өзінен шөптер өсіп жатқанын байқап тышып жібереді. Қотыр мектепте де жүрсе де өсіп мұғаліміне зиянын тигізіп директордың алдына барып ұрыс естиді. Директор оның шөбін жұлған кезде Қотырдан қарбыздың сусыны шығады. Қотыр дәрігерге барып, дәрігер көзін тексерген кезде қарбыздың дәні көрінеді. Дәрігер Қотырдың шөбін қырқып, ол шөп қайта өсіп шыққан соң оны араммен кесу керек болды. Бірақ одан шошып кеткен Қотыр қашып кетеді. Қотыр қашып бара жатып, іші үлкейіп, сол ішімен зырғанай бастайды. Қотыр сыртқа шыққан бойы оны жүгіру жарысына алып кетеді. Қотыр ойланып тұрған кезде жарыс басталып кетеді. Қотыр домалап жүріп жеңіске жетеді. Сол кезде алдындағы сырғанаққа қызығып сырғанауға кетеді. Сол жерде ойнап жүріп секіріп қалған кезде таза қарбызға айналып жерге жарылып түсіп, оны басқа да балалар көріп қарбызға қарай жүгіреді. Оны балалар жей бастайды, және оларда осындай қарбызға айналып кетуі мүмкін. Сонымен достар, видеомызды аяғына дейін көріп болсаңыздар, маған жазылып, мені қолдап кетулеріңізді сұраймын. Видеоға назар аударғандарыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар.